Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Лунинға жаңа келісім шарт ұсынылды. Бүгін көптен күткен Қазақстан ұлттық құрамасының ойыны достар. Достар, бұл 13-ші сектор арнасы сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арна, сондықтан да арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Футбол жаңалықтарынан қапы қалмаңыздар достар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Тиаго Силва сияқты ойыншы қай кезде мансабын аяқтап қалар екен деп қорқып жүргендер де бар. Қазіргі таңда Тиаго Силва өте мықты ойыншы. Парис Сен-Жермен клубы оны 35 жасында болды, бізге керек емес деп лақтырып тастаған болатын. Ал Челсиға барды, ол қандай өнер көрсетті? Челсида 4-5 жыл өнер көрсетті, және де Челсидің тағы да бір чемпиондар лигасын алуға өте үлкен көмегін берді. Челсидағы тәжірибенің өзі көрініп тұрды, позицияны ұстауы, алдыға қарай допты жүргізуі, шабуылды бастап беріп жатқан кездерінде талай көрдік. Тиаго Силва өте мықты ойыншы, бірақ дегенмен де жасы келді. Қазір қосалқы құрамда көп отырады, оны бәріміз де білеміз, оны Тиаго Силваның өзі де сезіп жатыр. Енді Тиаго Силва дәл қазір бутсысын шегеге іліп тастағысы келмейді, әлі де ойнағысы келеді. Тиаго Силваны осы деңгейінде шақырып отырған мемлекеттер, клубтар көп. Тиаго Силваны қазіргі таңда Бразилиядан бірнеше клуб өздерінің қатарларына қосқысы келетінін жеткізіп жатыр. Және де Түркиядан бірнеше клуб өздерінің қатарына қосқысы келетінін айтып жатыр. Одан бөлек ақш-тың, MLS-тің клубтары да қатарына қосқысы келетіндерін айтып жатыр. Тиаго Силва жақын арада мансабын аяқтамайды, демек әлі де 1-2 жыл ойнап, мохитосын ішіп, ақшасын тауып барып, бірақ шығатын болады зейнетке. Бақытты Инфантино жайлы айта кетейік достар сіздерге. FIFA-ның президенті Инфантиноның жалақысы тағы да 30%-ға жоғарылаған екен, қосылған екен. Өте дұрыс бопты, алдыңғы жалақысы өте аз еді, қалай күн көріп жатыр деп уайымдаған едік. Жалпы қазіргі жалақысы жылына 2.600.000 евро екен. Және де бұл бонустардан бөлек. Былтыр әйелдер арасындағы әлем чемпионатын өткізіп, тағы да 1.600.000 жалақы қосып алған екен бонусқа. Жалпы жылына 4.200.000 евро алып отыр екен. Бұлар неге футболшыларды аямайды? Неге лигалар көбейіп кетті деген сұрақтар менің басымда жүретін, бірақ та бұл жақта да саясат бар екен. Әртүрлі лигалар жасаған сайын бұл жаққа да, басшыларға да бонустар жақсы бөлініп жатады екен. Тибо Куртуа жарақат алып қалғанын естіп жатқан шығарсыздар, жаңа жаңалықтарда шығып жатыр. Тибо Куртуа өзінің барша жанкүйерлеріне рахмет айтып жатыр қолдауларына. Бұл өте өкінішті, бірақ та бұл кейбір болатын өмірдегі сәтсіздіктер деп бағалаймын. Мен ертең мықты болып ораламын, сіздерге уәде беремін деген екен өзінің әлеуметтік желісіндегі жазбасында. Енді Тибо Куртуаға ота жасайды ма, жасамайды ма ойланып жатыр деген болатымыз. Нақты ота жасалатын болыпты, және де осы маусымды толықтай жібереді Тибо Куртуа. Енді аяқ асты Реал Мадридтің басшылары, бас бапкері Лунинмен жаңа келісім шарт жасасқысы келіп қалған екен. Тибо Куртуа жоқ, осы маусымда жоғалттық, бірақ та бізге сенімділік ұялата алатын мықты қақпашы бар, ол Лунин. Лунинмен жаңа келісім шарт жасасуға дайынбыз деді. Осы жерде Андрей Лунин қатты ойлануы керек. Ертең Тибо Куртуа келіп қалса қалай болады? Қайтадан орындыққа отыруға дайын ба деген сұрақты да ойлану керек. Немесе мынандай да жағдай бар. Тибо Куртуа жарақатынан жазылып келеді, бірақ та бұрынғы деңгейінде болмай қалады. Сол кезде негізгі қақпашы, Реал Мадридтің негізгі қақпашысы болып Лунин қала береді. Ондай жағдай болса, Лунин үшін өте керемет мүмкіндік. Егер де қандай жағдайда да мен орындыққа отыруға да дайынмын Реал Мадрид үшін десе, тағы да өзі қарай жатар. Келісімшартқа қол қойса болады. Бірақ та Луниннің өзі Реал Мадридтан кеткісі келмейді екен. Сіздердің ойларыңызша Лунин қандай шешім қабылдағаны дұрыс? Өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер достар. Енді бәріміздің күтіп отырған ойын достар, бір ойын ғой, Грекия Қазақстан. Бүгін болатын ойын, бүгін 00:45-те Қазақстан ұлттық арнасынан, Казспорт арнасынан көрсетеді. Жіберіп алмаңыздар, бәріміз бірге жанкүйер болайық. Негізінде Қазақстан ұлттық құрамасының өтіп кетеді дегенге біздің сеніміміз мол, себебі бізге келіп жатқан ақпараттар сондай. Жалпы ешқандай да жарақат жоқ ұлттық құрамада, бәрі жақсы, психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда бәрі керемет, жағдай жақсы. Енді жасыл алаңда барын салу керек жігіттер, болды, басқа ештеңеде бізді
ұстап тұрған жоқ, және де барын салатынына біз сенімдіміз. Қандай жағдайда да қолдауға дайынбыз, бірақ бүгін біз жеңіс күтіп отырмыз, шыны керек. Ал енді кеше ойын алдындағы пресс-конференцияда Магомед Адиевтің сөзін сіздерге ұсына кетейік. Магомед Адиев айтады: Грекияның бас бапкері біздің ойындарды анық бақылағанын мен білемін, ол жайлы хабарым да бар. Біздің ойыншылар қазіргі таңда қорғанысқа жатып алмайтынын біледі. Шабуылдаушы ойын көрсетеміз. Бүгін де шабуылдаймыз. Және де бүгін біз пенальти сериясына дейін ойынның барғанын қаламаймыз. Бұл жерде психологиялық тұрғыда ғана әсер етеді. Ол жерде жаттығуда пенальти соғу бір бөлек, ойында пенальти соғу бір бөлек. Бірақ пенальтиға ден баратын болсақ, біздің пенальтиді орындайтын ойыншыларымыз дайын. Ал енді бірақ оған жеткізбейміз. Бүгін бір команда қалады, бір команда кетеді. Біз барымызды саламыз, және де біз бүгін жатпаймыз, қорғанбаймыз, барынша шабуылдайтын боламыз. Бүгін бізде шабуыл көп болады, деді Магомед Адиев. Адиевқа да сәттілік, Адиев та психологиялық тұрғыда жақсы дайындықта, жақсы деңгейде деп санаймыз. Жігіттерге де сәттілік тілейміз. Бәріміз Қазақстан ұлттық құрамасын бірге қолдайық. Бүгінгі ойында жіберіп алмайық, достар. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылып қойыңыздар. 13-ші сектор арнасы сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арна, достар.